Даланың асқақ әнімін тереңге кеткен тамырым, аямай жаса жақсылық, әр қазақ менің бауырым. Аққан бұлай сайсалаң, шытырман тоғай айналаң. Мендей сені сөз қылар бауырыңда өскен қай балаң. Сен десе салам бай балам деймін. Иә, сондай бір Мәдіхан ағам екеуміз мынандай ғажайып керім табиғатта, шөптің иісі қолқаңды қабат. Құдайдың құдіретін көргің келсе, тауға бар деген екен. Иә, тауға барып, мынандай Алла тағаланың ғажайып үйлесіммен жаратқан құдіретіне тамсанып отырудың өзі адамның жүрегін жұмсартады, көңіліне үлкен бір рухани шаттық сыйлайды. Солай ма мәке? Жоқ. Осындай ғажайып даланы біздерге нәсіп еткен Алла тағалаға шүкіршілік айтамыз. Бабаларымыздың қаны тамып, тері тамып, бүкіл осы далаға еңбегін сіңірді. Білектің күшін айзаның ұшымен, сол аузы дуалы бабаларымыздың батасымен біздерге осы жер қалды ғой, солай ма мәке? Әрине. Сол аманат болған ұлы далаға көздің қарашығындай қорғап, қызғыштай қорғап қызмет ету баршамызға нәсіп болсын дейміз. Қарай бергің келеді, көз тоймайды. Сұлу, қандай ғажап. Осы Алатау мен Қаратаудың, екі таудың етегін еміп жатқан елдің өмірі берекелі ғой негізі. Өзегің талса өзен бойын жағала дейді. Сарқырап аққан суы, жайқалған нуы адамға ғажайып шабыт көңіл күй сыйлайды. Мәке, күн қайырлы болсын, балды берек. Тегі міне сақ моншасына түсіп, домбырамызды алып, әнімізді салып, Мәкен екеуміз, Мәдіхан ағам екеуміз тауға шығайық, тамсанайық. Табиғат табиғи мінез қалыптастырады дейді. Табиғатта отырып, қайтайын деп міне таудың басына қарай шығып келе жатырмыз. Төңіректі болжайсың, төбенің шықсаң басына деп Майлықожа атамыз айтқандай. Осы бір алыстан ой тастап, көз тастап, бір терең ойдың телміріп соңын еретін ақ кезі мәке. Ана бір кісі болады екен, осындай биікте тұрады да. Үйінің жанынан Қаратау өсіп шыққан екен. Тұрады үйінің түбіне. Сөйтіп әдем болып жайқалып өскен, бірақ шауып алып тастап тұрған кісі. Мынаны не алып тастадыңыз? Алысты қарама кедергі болады депті ғана. Бұл кісінің осындай бір айтары бар Мәкеңде.